Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарына біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыздар. Лайк түймесін басқан қолдарыңызға батуылы хабарғаларын ұстау нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. ақш-тан Қазақстанға инвестиция ағыны 82%-ға өсті. Астанада Қазақстан Республикасы СИМ инвестициялар комитетінің төрағасы Ардақ Зебешев пенен Қазақ Инвести ОК басқарма төрағасы Мейіржан Жүсіпов, ақш-тың Қазақстандағы төтенше және де өкілетті елшісі Дэниэл Розенблюмен кездесті. Қазақстан өңдеу және де тау-кен өндіру өнеркәсібін, фармацевтика менен АОК қоса алғанда экономиканың түрлі саласындағы жобаларды бірлесіп іске асыруға мүдделі. ақш-тан Қазақстан Республикасына инвестициялардың жалпы ағыны 1993 жылдан бастап 62,7 миллиард долларға жетті. Ал 2022 жылдың қорытындысы бойынша ақш-тан инвестициялардың жалпы ағыны 2021 жылмен салыстырғанда 82%-ға өсіп, 5,1 миллиард доллардан асты. Қазақстан мен ақш арасындағы сауда көлемі 2022 жылдың 3,5 миллиард долларды құрады. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 37,2%-ға артық. Қазақстан Республикасынан ақшқа экспорт 1,15 миллиардтан асты. Ал ақштан Қазақстан Республикасына импорт 1,89 миллиард долларды құрайды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де сау саламатта болыңыздар.